Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ешқандай сүтті, айранды қажет етпейтін, жай ғана сумен дайындалатын өте дәмді құймақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең бірінші қайнап тұрған 250 мл ыстық суға жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде ыстық су мен ас содасы реакцияға түседі. Содан соң үстіне тәттілігіне байланысты 3 не 4 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң біздің жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін бөлме температурасындағы жылы суды, яғни 250 мл қалған суымызды құйып, сондай-ақ 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейіннен алдын ала електен өткізілген 180 грамм ұнды 2-ге немесе 3-ке бөліп, жақсылап араластырамыз. Мінекей мен 2-ге бөліп салдым. Ұнды салған кезде міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Бізде ешқандай да түйіршік қалмауы тиіс. Мінекей, содан кейін 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы бір араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Арнамда түрлі оңай әрі пайдалы рецепттер өте көп. Міне біздің массамыз осындай сұйық әрі әдемі түйіршіксіз болып шықты. Ендігі кезекте табамызды қатты отта ысытып аламыз, және де ең бірінші құймақтарда міндетті түрде майлаңыздар табаңызды. Содан кейін жабысып жатпаса, майламай қойсаңыздар болады. Табаны міндетті түрде қатты ысытып алыңыздар. Сол кезде сіздердің құймақтарыңыз дәл осындай тесік-тесік, яғни ажурный, әдемі болып құйылатын болады. Мінекей біздің құймақтар өте жылдам қызарып, тез піседі. Және де сүт пен айраннан жасалған құймақтардан ешқандай да айырмашылығы жоқ, жұп-жұмсақ, ажурный, әдемі болып шығады. Және тағы да бір айта кететін жайт, құймақты құйған кезде міндетті түрде азырақ, яғни сұйық қамырыңызды жұқалап құйсаңыздар, сіздердің құймақтарыңыз жұп-жұқа, жұмсақ, дәмді болып шығады. Осымен біздің өте оңай дайындалатын жұп-жұмсақ әрі дәмді құймақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.